Бәріңізден достармен бірге мен Мажар Пернебай және де Сейф. Достар, бүгін бізде Сейф әлде ақша атты контент. Бұның ішінде көптеген бағалы сыйлықтар, не болмаса ауа жасыру әбден мүмкін. Сол ішіндегі затты біз мына тұрған ақшамен саудаласатын боламыз. Кімнің бағы жанады, бабы жанады, оны бүгін көретін боламыз. Олай болса, біз видеоны бастаймыз. Жалпы айтқан достар, ереже өте қарапайым. Біз қазір өзіміздің достарымыздың арасында мен қазір арнайы осы сейфтің ішіне сыйлық жасыратын боламын. Мүмкін жасырылмауы да мүмкін. Сол ішіндегі затты мен қазір кез келген досыммен ақша арқылы саудаласамыз. Яғни айтқанда, мысалға бір зат болса, осы сейфті ашпай қой, мен саған 500 теңгемен осы жерден қайта бер деймін. Ол жоқ, давай 1000-ға көтерейік, 1000-ға көтерем жарайды. Осылай болса кім қай жерге көтеріледі, сейфті алады ма, әлде ақшамен қайта ма? Оны қазір бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса видео қызықты болмақ. Ал сіздер экранға жақсы жайғасып алыңыздар, біз видеомызды бастаймыз. Видеомызды бастамастан достар, сіздерге керемет жаңалығымыз бар. Сіздер өздеріңіздің командаңызды жанкүйер болып ақшаларыңызды арттырып бастаңыздар болады, және де сіздерге арнап қойған бонустық сыйды да алсаңыздар болады. Ол үшін төмендегі белгіленген комментарий сілтемеге кіресіздер. Менің промокодымды теріп келсеңіздер, алғаш депозиттеріңізге дайындалып қойылған $500 бонусты алатын боласыздар. Олай болса сіздерге сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, бұл менің жалпы туған інім, есімі Мейрамбек, фамилиясы да Пернебай. Негізі Мейрамбек мен түсіндіріп кетейін, алдыңыз болса қатысты ма, қатыспадың білмейсің походу, Мына сейфтің ішінде бір зат жасырылып отыр. Мүмкін ештеңе жоқ болуы да мүмкін. Мүмкін ішінде бір зат болуы да мүмкін. Мен ешнәрсе айта алмаймын. Тек мен саған ұсыныс жасай аламын. Мына сейфті ашпай-ақ, мен саған 500 теңге беремін, осы жерден қайта бер. Ашамыз ма? Ашамыз. Ойланып көр. Ашамыз. Абдурдан ешнәрсе болмай қалса, сен ақшаны айырып қаласың. Мейрамбек, ойлан. Ашамыз. Жарайды, үстіне 1000 теңге қосайын. Жоқ, ашам. Мейрамбек, ойлан деймін. Ашамыз. 1000 теңге. Ақшаны өзіне тауып берем, Аллаға шүкір. Іште болмай қалса ше. Сол кезде ішең ашиды да, білесің ба? Бақша болма дейді ғой, шын ашам ғой. Ашасың ба? Ашам. Болды, 5000 теңге берем үстіне. Ашам. 6500 теңге болды, Мейрамбек, ойлан. Ашамыз. Мейрамбек, ойлан. Ашамыз. Болды, тағы 5000 теңге болсын. Қанша болды? 11500 теңге болды, ойлан. 11500 теңге? Осы ақшаны алып қайта бересің ба, әлде ашайын ба? Жоқ, ашам. Точно ма? Точно. Соңғы нақты жауабың? Нақты жауап. Ойлан деймін, Мейрамбек. Ашамыз. Болды, ары кетті үстіне тағы 2000 теңге қосам, бұдан кейін қоспаймын ба, ойлан. Қанша болды? 13500 теңге болды. 2000 теңге қосайды. Төлесің қайта бересің ба? Как раз 15 теңге керек болар еді. Ойбай, кімден ақша тауып отырдым? Кімден ақша тауып отырдым? Күнішке ақша жетпей жатыр да. 13500 теңге. Ақшаны алып қайтасың ба, әлде ашамыз ба? Ашамыз. Соңғы нақты жауабым. Так, 15000 қылсаң, Иә. ақшаны алып кетеді. 15000 қылмасаң, может қымбайтын шығар, не істейміз сонымен? Ашасың ба? Ашамыз. Точно ма? Ашамыз. 1000 теңге қостым үстіне. Тағы 1000 теңге қосайын ба? Мен көресің өзің. Ашамыз. Соңғы нақты жауабым. 14500 теңге менде. 500 теңге қостың да. Қоспаймын. Онда ашам. Точно ма? Точно. Аша беремін. Таңдау өзіңде. Олай болса, Мейрамбектің таңдауы бойынша бізде сейфтің ішінде не бар екен? Тарам. Не бар екен? Көрсейт? Маған саған қызық отыр ғой. Ал, көре бер. Ашып тұрайын. Не бар екен? Кәні? Неше? Құтты болсын, алтын сағат. Қанша теңге ма? Бұның бағасы 25000 теңге ма, сонда 20000 теңге, 25000 теңге ма? Өлді ғой достар, Ол да сары болу керек. Мен негізі әдейі екіншісі кішкентайдан тықып қойғанмын, қазір біріншісінен қайта берем атым ше. Болды ма? Болды. Құтты болсын. Ал осы келесі қонағымызды қарсы алайық, жазалайық, шапалақпен қарсы алайық ағайын. Кто чемпион, кто гангстер, я гангстер. Ассалаумағалейкум. Сізмен алайық, еңсеңден асып отыра бер. Бісміллә. Сейфтің есік жалынмай қалды, өкінішке орай қарамауыңа ұсынамыз. Жалпы ойын шарты бойынша бір түсіндіріп айтып кетейін. Сейфтің түріне мән бермейміз. Сейф бір адамнан алынған. Өйткені бұл сейфтен алда уақытта мощный контент шығайын деп тұр достар. Сол себептен бізге әдемі сейф маңызды емес. Жалпы ішінде бір зат жасырылуы мүмкін, болмаса жасырылмауы да мүмкін. Құр ауа болуы да мүмкін. Давай осы сейфті ашпай қойық. Ашып кетеді ма? Ашпай қойық. 500 теңге берем, өкшеден қайта берем. Тиіспей қойшы, қолмен тиіспей қой, қатты ашылмай жүрсің. Қиын болатыға не сөйлеп жоқ. Осыны сезбеймін ғой.
Қымдапшы. Жоқ, оңай. Қымдатуда қиын ғой. 100 доллар өзіңіз алыңыз. Ну, жарайды, ішіне 1000 теңге қосып берейін. 1000 теңгені аларыңыз. Достар, маған контент керек. Маған ақша емес, маған ішіне не бар? Жоқ, екі. Ішіне қазір ешнәрсе шықпай қалса, вот сонда контент болады. Шықпасын. Зато контент. Ішің өртеден ойлашы, мейрамбек подаркамен кетіп бара жатыр, қазір сен подаркасыз қайтасың. Бопты, 1000 теңге. Көзің қызып ше. 1000 теңге достар табармыз. Денсаулық аман болса табармыз. Бопты, мә. Күндігіне айтсам бір 1000 тауып жүрген балам да. Бопты, мә, 2000 теңге қостым үстіне. Осы жерден қайта бер, бека. 3500 мане. Иә. Не интересует, баба. Айттым ғой, күнде 1000 табатын балам мен. Бека, ойла. Қызық емес достар, 3500-ге беріле салмайын ғой мен. Бопты, мә, 10 теңге қостым. 3500 мане. Уже другой разговор. Ойлан, бека. Ұруға болмайды, Ұруға болмайды, тазалтуға болмайды. Бұндай ақшасынан кім беріп жатыр, ойланшы, бека. Просто. Ол үшін не подарктар болуы мүмкін негізі? Айтпаймын. Башы айтпесе. Ауа болуы мүмкін. Мейрамбек көріп отырсың, сағатпен қайтып бара жатыр. Жоқ. Может быть, гратис болуы мүмкін. Бека, ойлан. 2 күндік зарплата берді ма? Оның үшін 5 теңге ешкім бере Достар, алмайды саған. Іштен ештеңе шықпаса 2 күндік зарплатаны берді ма? 5000 теңге қостым үстіне. Ойлан, бека. Сол жаңа 1000 2 күндік зарплатам ғой. Берді ма? 18500 да берем. Подарка до конца. Бека. Қызық болып тұр контент. Бақыт үстіне тағы 5000 қостым. Ой! Майдарасың, қарамайсыз мені? 23500 теңге, ойлан. Не интересует? Бека, ойлан, шынымен. Қызық емес. Ішің ашып. 3 күндік зарплатамен жетпейді ма мен? Бірақ 23500. Кім беріп жатыр саған 23500 теңге? Просто, да, просто. Спор, да, бұл жерде же. Ойланшы. Кәдімгі жақсы. Кабап смена, тамаша подобраться. Енді бір жағын көресің. Уже ойлап қаламын. 23500 теңге ешкім саған бүйтіп бере салмайды, бека. Сейфті ашып берші, сонда да может нормально шығып қаламын. Соңға нақ жауабы. Сейфті ашып берейік. Точно ма? Басқа ақшасын емес па не? Можешь сумбайын сен. Қанша Қанша керек болады дейші? 20 000 Ай, анамыздай. Болды, ақша саламын. Натуре ма? Қоспайсыз ба не ақша? Не қосам? Некеге ауаға қадалып алыпсың ғой. Тоқталдаса провокация бермей аши слэш. Провокация бермейді дей ма? Алып көрсейік. Бұл жерде бізде сыйлық, өз зорға сыйлық. Бұл бізде достар ұшатын вертолет пультовый электронды басқарылады. Ойыншық па? Иә. 81 мың теңге тұрады. 80 ма? Иә, 80 мың ба, 70 мың ба, білмеймін, мен аған жоқпын подарок береді. Айтпақшы достар, осындай керемет подаркалармен бізді қамтамасыз етіп отырған әрине бұл GGG Market өзіміздің Жәкеңнің дүкенінен осындай кереметті сыйлықтарды ұсынып отыр екен. Сол себептен GG Markеттен керемет өздеріңізге ұнаған аксессуар, сыйлықты, алтын, бағалы заттардың барлығын таба аласыздар. Толыққаны сілтемесі описанияда. Ал біз жалғастырамыз. Достым. Ақшаны бәрі салып па, керек емес маған? Жоқ. Олай ма? Ойыншық не істеймін мен? Білмеймін, айттым мен саған бека. Құтты болсын. 80 мың болды, сатып жүремін бе өзім білемін ғой? 80 мың сатылмайды ғой енді. 20 мыңға сатамын ғой? Көресің, жол болсын. Рахмет. Құрметті достар, келесі біздің қонағымыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Чина. Иә. Жалпы бұл ойынның шартымен Чина танымыз. Алдыңғы 2 раунд қалай болды? Ұтысқа шыққан жігіттер бар ма? Білмеймін. Да? Көрейік ау. Бар, иә. Бар ма? Іші ашық тұр ма? Ашып көре берейін. Ашпа. Ашық тұр ғой? Жоқ, ашпасай сен. Көріп қалады ма? Сен бар үйді қарамасай сен. Жалпы айтыр да тұрады. Просто симай айтыр ішіне зат, сол үшін есен ашып. Мынандай сейфтің ішіне по-любому барлық қымбатты зат салады ғой. Енді... Железо, бетон мүмкін ғой. ауа бар. Так, олайса досым билейік. Мен саған бастапқысы 1000 теңге ұсынамын. Сюда, касса. 1000 теңге. Қалай ашпай атпай. Бауырым, сондай осындай шоуға келіп мен 1000 теңге алып қайтады деп отырсың ба не сен? Бауырым. Адамның үйтіп күлкісін келтірмеш, бауырым. Мүмкін ішіне болмай қалып, тамыр ойлан. Бауырым күлкімді келтірмеш, бауырым. 2000 үстіне болсын. Шағын теңге осында достар. Біз шоу істеуге келдік. Кто тут гангстер, родной? Ей! Чина! Не мороси, родной! Қой давай. Просто жаңа жігіттер негізі нормально доходтан айтады да. Қазір ішіне болмай қалса ішің ашуы мүмкін. 3000 теңге қазіргі заман не аласың қазір? Бір сушняк пен, бір короче, бургер жесең жейдің да? Ей, жоқ, ей. Бәрше жоқ қой. Досым ойлан деймін. Пәлем 3000 тұр. Тағы 2000 қосып үстіне. Ішінде бірдеме барына, мынау уже ақша қосып жатыр ше. Досым. Ішінде явно қымбаттық бірдеме бар. Уже сразу қараңдаршы, 5000 теңге тыстай салып. Ішінде арзандық бір зат болса 3000 мен үйге қайтар жіберетін еді бұл мені. Мен бұл жерде мастермін мен бұл делада. Я мастер, я гангстер. 100 мың қой. Ата жоқ үстіне 5000 қостым енді тағы да. 10 мың теңге болып енді.
осы жерден қайта берейік досым. Көп әңгімені қозғатпайық, әңгімені көп созбайық. Неге орнына? И жаймен жылжи берсек болады. Іште бір 50 мың деген сақ қойған сияқты, как будто достар. Ақшалай тұрған сияқты ішінде. Өзің не ойлайсың? Ішінде ақшалай тұрған сияқты жатыр. Қандай ақшалай? Жоқ, оныңға келіспеймін. Ішінде жай ақша наличка жатқан сияқты мына ішінде. Атты бір 50 мың теңге жатыр. Қанша ұсынасың сен? Айтшы суммаңды маған. Қаншаға дейін барайын деп отырсың? Айтшы. Ол сенің Мен әңгімең 10 мыңға келіспеймін. 10 мыңға никак келіспеймін. Мына ішінде одан қымбаттық зат жатыр. Келіспеймін мен 10 мыңға. Соңғы нақты Алып жауабың ба? кетемін. 10 мыңға. Соңғы нақты жауабың ба? Иә. Соңғы нақты жауап 1. Иә, соңғы нақты жауап 2. Соңғы нақты. Соңғы нақты Я жауап. контент істеу үшін келдім мұнда. 10 мың теңге келіспеймін. Я контент делать пришел. Ладно, ал үстіне 10 мың. Болсын, давай. Болды ма? 15. Иә. А? 17, 19, 20. Тамыр? Жақсы жігіттер. Сәмен? Міне 20 мыңды алдым, тамыр. Аха. Болды 20 мың, міне 10, 15, 17, 19, 20. 20-ға дейін барайын деп өзім. Сөйтіп келдім да, короче, ше. Сен бірден кезде саған қалай кетті? Жоқ, Ақша нормально. қойсай ерге? 20-ға келістім. Жоқ, ақшаны қой. Что-то сен 30-дан кейін қоспайтын сезіп тұрмын да, значит 20 мың, короче, ішінде бір сол шамадағы зат жатқан сияқты ше. Сол Мүмкін себепті. қосам бәрі қолда ақша бар ғой. 20 мың ала берейін. Досым ойдан. Ақшаны Соңғы аламын. нақты жауап 1. Ақшаны аламын, я. Соңғы нақты жауап 2. Ішінде бұдан одан қымбат зат емес сияқты что-то ше. Бірақ 50 мың жатса ішінде қазір наличка бір жерім ашиды, действительно. Сол үшін Рисковать етпей ақ қояйын. точно Наличка, иә, наличка ұстамай Қосақтай қалған жаңа заман сенің емес. алдында екі қатысушы ақша емес ішіндегі зат қызық болды да ақшаны өзің тауып аламын ғой деген сияқты ше. Қойшы, Сен что-то- наличка ұстамай қалған заман бір наличка ұстайыншы. Хотя плюспен айтып жатырмын ғой, бұның өзінде плюс қой негізі. Жарайды, таңдай өзіңді Аха. ашып көре берсең болады. 5 теңге. Что там, жігіттер? Кто не рискует, тот не пьет шампанского дейді жігіттер. Бизнес тоже сондай. Только вот бірінші ой келді ғой, алам қазір 20 мың алам деп келдім. Одан артық азартқа кірген жоқпын мен. Ішімнен дайындалып келдім 20 мыңға. 20 мың келді, алдым 20 мыңды. Что там? Бауырым, от души рахмет саған. Осындай шоулар істеп тұр. Келіп қатсақ. Келдің, жұмыс істемедің, ойнап күліп 20 мың теңгені алдым ба? 5 теңгені ала салайын ба тамам? Жоқ, 5 теңге. Алмайын ба? Жоқ, 5 теңге аласың, деймін адамнан аласың. Ал жігіттер, рахмет, от души барлықтарыңа сау болыңдар. Жақсы, давай, кеп тұр, хабарласып. Ақшаны айтсайшы. Мінекей, бүгінгі достарым өз таңдауын жасады. Сыйлық толықтар сыйлықпен кетті, ақша алатындар ақшамен кетті. Ал енді достар, осындай керемет көңіл күймен біз сіздермен қорсатпаймыз. Әрине видеоны ұнағаныңызға лайктарыңызды айырмай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірлер қалдыруды ұмытпаңыздар. Айтпақшы достар, мына сейфпен не болатынын алдағы уақытта көретін боласыздар. Ал олай болса біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.